Кеше Ұлыбританияда Қазақстан әнұраны 7 рет шырқалды. Ливерпульде өткен әлем чемпионаты қазақ боксы үшін нағыз тарихи жетістікке айналды. Сабырхандар әулеті қазақ спортына 2 алтын сыйлады. Махмұт Сабырхан мен інісі Төрехан Сабырхан бірдей әлем чемпионы атанды. Мұндай оқиға қазақ спорт тарихында сирек кездеседі. Махмұт Сабырхан мен Санжар Тәшкенбай енді қазақ боксының аңызы. Серік Сапиевтен кейінгі 2 дүркін әлем чемпионы атанған боксшылар қатарына енді. Ал Төрехан қазақ боксының жаңа жұлдызы. Бар болғаны 19 жасында әлемді бағындырды. Финалда Жапон Севен Акадзавадан қаймықпай, қабыланша атылып 3-ші раундта жайып салды. Қазақ боксына жаңа дәуірдің келгенін паш етті. Осы чемпионатта команда капитаны Айбек Оралбай да көзге түсті. Айбек жартылай финалда аты-аңызға айналған кубалық Хулио Сезар Ла Крусты тоқтатты. 2 дүркін олимпиада, 5 дүркін әлем чемпионын жеңу қазақ боксының жаңа деңгейге шыққан дәлелі. Финалда да өзбек қарсыласын жеңіп, алтынды қоржынға салды. Ал қыздар арасында Аида Абикеева да сенсация жасады. Аида олимпиада чемпионы және 3 дүркін әлем чемпионы түрік Бусинас Сүрменелиден басым түсті. Бұл жеңіс тек Қазақстан үшін ғана емес, әлем боксы үшін күтпеген жағдай болды. Түрік боксшысы да қаймықпай, жеңілістен қазақ қызын маңдайынан сүйіп, 2 бауырлас мемлекет арасындағы құрметті көрсетті. Алуа Балқыбекова мен Наталья Богданова да қарсыластарын жайпап өтіп қоржынға алтын салды. Ал әйелдер арасында қазақ боксының аңызы, әлемнің 3 дүркін чемпионы Назым Қызайбай бұл жолы күміс алды. Нәтижесінде Қазақстан 7 алтын, 1 күміс, 2 қола, 10 медальмен жалпы командалық есепте 1-ші орын алды.